медициналық колледждің білім алушылары. Біз бұл челленджді Талғар агробизнес және менеджмент колледжден қабыл алдық. Біз оқығанда Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі. Бұл повесть өте қызықты және де мағыналы. Бұл повесте басты кейіпкер Еңсеп өзінің өмірі жолындағы мақсаттар мен қағидаларды ескеріп отырып, өзінің өмірдегі арманын орындауға бел буады. Яғни арманы ол бізде ең терең, ең таза құдықты қазу болатын. Сонымен оқиғаның қайғылы мұңы жеріне келетін болсақ, Еңсептің қайтыс болғаны. Еңсеп осы арманындағы құдықты қазып бітіп, осы құдықты тексеруге түседі да, сол жолындағы қиындықтардың бірі ол бізде қарсыластар болған болатын. Яғни қарсыластарына келетін болса, ол бізде Байсал мен осы әлеуметтік қоғамдағы қарсыластары. Яғни Байсал ең жаман және пасық кейіпкердің бірі десек те болады. Құдықшы ол, яғни осы Еңсеппен бірге жарысып жүрген. Еңсепті көре алмай, Еңсептің жұмыстарын көре алмай, Еңсепті соңында осы Еңсептің құлыққа түскенін біліп, бірақ та Еңсепті құтқармаған құдықшылардың бірі болған болатын. Ал қоғамдағы қарсыластар, яғни қоғамдағы қарсыластар ол бізде осы Еңсепке сенбей, осы Еңсепті бұл мақсатқа жете алмайды, бұл құдықты қаза алмайды деген оймен ешкім сенбей Еңсепті соңында осы поэманың, яғни осы повестің трагедиялық, яғни қайғылы жеріне келетін болсақ, ол бізде Еңсептің қайтыс болғаны, яғни қайғылы оқиғаның бірі. Сол кезде Еңсеп өзінің ең таза, ең терең құдықты қазып, соны тексеріп зерттеуге астына түскен кезде құдықтың түбіне түсіп тексереді, бірақ та оны көтеретін, яғни Еңсептің өміріне бәрібір болып, бәрі қылғаннан бәрі жан-жана кетіп, Еңсеп апталап айлап осы құдықтың түбінде жатады. Соңында аштықтан, жалғыздықтан Еңсеп өзі осы құдықтың түбінде қалып, қайғырып, қайтыс болады. Таңмен таласып тұрады ер, күнмен жарысып жүреді жер. Бейнеттің дәмін татқан жан бақытты бағалай біледі дер. Құдықтан су шықпас бірден-ақ, қаза бер шаршама шынымен-ақ. Бір шелек емес мұңды шелек, сонда ғана аларсың мөлдір теңеп. Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі өте қызықты және де мағыналы. Мен сіздерге осы повесті оқуға кеңес бере отырып, кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжіне осы челленджді жолдаймыз!